Баршаңызға қайырлы күн болсын, құрметті менің көрермендерім. Мен бүгін сіздерге өте дәмді шығатын үй жағдайында дөнер дайындаймын. Ол үшін осылай алдын ала маринадтап алған етімізді жақсылап қуырып аламыз. Мен бұл жерде пияз, уксус, лимон, лавр жапырағы, тұз, паприка, бұрыш салып маринадтап қойдым бір күн алдын. Өте дәмді, сочный шығады. Енді екі жағын толықтай қуырып алып, үстінен су құйып, суын толық тартқанша етімізді пісіріп аламыз. Сол кезде етіміз өте жұп-жұмсақ, дәмді шығатын болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Етіміз піскенше осылай ұзын-ұзын етіп, қызанағымызды және қиярымызды турап аламыз. Жіңішке етіп. Картошкамызды осылай жіңішке ұзынша етіп турап, мұздай суға жуып, салқын суға кептіріп, қуырып алатын боламыз майға. Піскен етімізді осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Енді лавашқа ораймыз. Лаваш қамырын мен қалай жасау керектігі менің каналымда бар. Каналыма кіріп, қарап шықсаңыздар болады. Енді осының үстінен ұсақтап туралған етімізді қияр, қызанақ және үстінен мен петрушка қостым. Петрушка және қуырылған картошкамызды салып, үстінен соус саламыз. Соустың да қалай жасалу керектігі менің каналымда бар. Кіріп, барлығын қарап шықсаңыздар болады. Енді барлығын осылай орап шығып, қызып тұрған табамызға екі жағы қызарғанша дөнерімізді салып, баяу отта ұстайтын боламыз. Үстін осылай басып қоямыз. Дөнеріміз жақсы шығуы үшін. Әрбір бетін 30-40 секундтай ұстап қызартып алдым мен бұл жерде. Осымен дөнеріміз дайын, өте дәмді, тойымды, сочный, әдемі болып шықты, сулы болып. Мен арасын кесіп көрсетейін. Өте әдемі, дәмді шықты. Ешқандай ресторан, кафелерге бармай-ақ үй жағдайында өздеріңізге дайындап жесеңіздер болады. Олай болса, баршаңызға іске сәт, сау болыңыздар.